Сүлеймен пайғамбар қолында жүзігі бар екен. Жүзігінде әрқашан бұл қиындық өтіп кетеді деген жазуы бар екен. Бір қатты бір ашуы келген кезде жүзігіне қарайды екен да, бұл қиындықта өтіп кетеді деп соны оқиды екен де сабыр етеді. Бір күні бір қатты бір қиындық келіп, бір қатты бір ашуын келтірген кезде ананы қарап та қайдағы бұл қиындық өтіп кетеді деп ашуланған күйі жүзігін жұлып алып лақтырып жіберді ана жерге. Жүзік анандай жерге барып түсіпті да, жүзігінің бетіндегі бір қабаты, орысшалап айтқанда, бір слойы сынып түсіп қалыпты да, ішінен жаңа жүзік шығыпты. Ана жүзіктің бірінші бетке қабаты сынып қалған ғой. Көз алдында тұр. Тағынан жүгіріп секіріп түсіп, не екен деп алып қарап, бетіндегі ана бірінші қабатын бәрін сындырып қарап, ішіне не жазылған екен деп қарап қалса, ішіне жазып қойылған екен. Бұл қиындық та өтіп кетеді деп жазып қойыпты да. Ана бірінші қабатында бұл қиындық өтіп кетеді деген жазу болса, ол сынып қалған ғой. Ашуланғанда қайықтан өтеді деп лақтырып жүгіріп барып алып қарап қалса, бұл қиындық та өтіп кетеді деп жазып қойған екен. Сондықтан ашу келген кезде оған қатты беріліп кетпейміз, сабыр етеміз.